Бүгінгі күні Екібастұз қаласында 4700-ден астам саяжай учаскелері болса, соның 1200-ден астамы бос жатыр. Қалған 3535-тің иелері өз саяжайларын толыққанды ұстап тұр. В этом году сезон начинается. Биыл ауа райына байланысты саяжай маусымын кешіректеу бастайтын боламыз. Су бағасы аздап арзандады. Соған қатысты біздің қаланың әкімдігіне ризашылығымды білдіргім келеді. Оның текше метрі қосымша құн салығынсыз 16 теңге болса, қосымша құн салығымен 18 теңгеден сәл асады. Маусым арасында, яғни жылдың суық мезгілдерінде саяжайларға иелері бармайтын кезде ұры қараларға да тосқауыл қойылды дейді Карпова ханым. Сол үшін тәртіп сақшыларына да өзінің алғысын айтуда. Одан кейінгі су мәселесі жылдағыдай су беру негізінен мамыр-қыркүйек айлары арасында беріледі деп күтілуде. Ал енді тасымалдауға келсек, саяжайшыларды саяжайларға тасу сәуірдің 20-шы басталады деп жоспарланған. Ал тасымалдаушы кәсіпорын Павлодар қаласының Трансхолдинг ПВ кәсіпорны. Бұл маршрутта 6 дана автобус қолданылады. Барлық біздің саяжайларға автобустар жеткілікті. Жол жүру құны 130 теңге. Қалған ішінен автобустар қалған ішінен адамдар жинап саяжайға апаратын болады. Сонымен қатар қоғамдық көлікте жүруге жеңілдіктері бар азаматтарға жолақы құны 32 теңге болады деп бекітіліпті. Саяжайлардың біразы Нұр-Сұлтан мен Павлодар қалаларын қосатын күре жолдың бойында орналасқаны белгілі, сондықтан оларға баратын жолдарда жөндеуден өтіп 25 автобус аялдамасы қойылатын болады.